Ләйләтул қадыр деген атауы бар бұл қадыр түннің. Ләйләтул хукм деген атауы бар. Ләйләтул фасл деген атауы бар. Ләйләтул шараф вәл азама деген атауы бар. Ләйләту тадиқ, ау дайық, ләйләту дайық деген аттары бар. Бұл аттардың барлығы қадыр түннің атаулары. Қазір барлығына мен жеке-жеке тоқталам да. Бұл қадыр түннің атауы көп болуының себебі ғалымдар айтады. Касратул асма тадуллу ала шарафил мусамма дейді. Бір заттың, исламда бір заттың атауының көп болуы, ол заттың қандай ұлы, құрметті, маңызды екендігін көрсетеді дейді. Құранның да атаулары көп білесіз. Пайғамбарымыздың да есімдері көп. Мекке қаласында аттары көп, Мәдина қаласында аттары көп. Сол сияқты қадыр түнінде атаулар барды. Ләйләтул қадыр деген сөз қадыр түні. Осы қадыр деген сөздің мағынасын дейді. Ләйләту шарафул азама. Құрметті, ұлы түн деп тәпсірлейді дейді. Қадыр деген сөз. Неге құрметті және де ұлы деген ат берді десе, өйткені бұл түнде құрметті болған, ұлы болған Құран түскен дейді. Құран түскендігі үшін бұл түн қадірлі және құрметті деген атқа ие болды дейді. Және де бұл түні құрметті және де қадірлі деп аталуының себебі құрмет періштелері және де Жибрил періштенің өзі сол түнде жер әлеміне түседі дейді. Сол құрметті періштелердің түсуіне байланысты, сол құрметті болған Құранның түсуіне байланысты бұл ләйләту шараф вәл азама, бұл құрметті және де ұлы түн деп қадыр деген сөзді тәпсірлейміз дейді. Екінші бір атауы ләйләтул хукм вәл фасл дейді. Бұл шешім шығарылатын және де үкім кесілетін түн деген мағынада дейді. Неге олай аталды дейді? Өйткені бұл түні дейді, бір жылдық адамдардың амалдары мен бір жылдық адамдардың дүниеден өтетін ажалдары жазылады дейді. Сол түні Алла тағала белгілеп, үкімдеп қояды екен да. Сол үшін де ләйләтул хукм вәл фасл деп аталады екен. Үшінші бір атауы ләйләту дайық, ау тадиқ, бір тар түн, тарылған түн деген мағына екен да. Неге олай қадыр деген сөзді олай тәпсірледі десеңіздер, өйткені ол түні таназзалул малаикату вар руху фиха биизни раббихи мин кулли амр, үздіксіз, тоқтаусыз періштелер түседі дейді ол түні. Және де Жибрил періште де олармен бірге түседі, Алланың рұқсатымен белгілі бір амалдарды, белгілі бір істерді орындау үшін дейді. Сол үшін де мына түн қадыр деп аталу тадиқ, өте тар, тарылып қалған деген мағынаны білдіреді дейді. Өйткені ол түні аспан мен жерге періштелер сыймай кетеді дейді. Сондықтан да періштелерге аспанда, жерде тар болып қалады ол түні дейді. Таназзалу деген мағына, мынау араб тілі бойынша, таназзалу деген бірінен кейін бірі үздіксіз түсе беру деген сөз ғой. Ана періштелер бірінен кейін бірі үздіксіз кете береді екен да, тоқтаусыз. Періштелердің санын ешкім білмейді ғой, періштелер өте көп. Байтул Маъмур деген бар, Каабаның тұсында 7 қат аспаннан кейінгі мекен. Ол жер Кааба сияқты, бірақ періштелер тауап жасайтын жерді. Сол жерге айтады ғой, періштелер кіреді дейді, одан кейін екінші рет қайтадан кірмейді дейді. Бірақ тауап тоқтамайды дейді. Не деген ол көп періштелер. Енді қадір түні туралы пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деп айтады. Мән қама ләйләтәл қадри иманан вахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих дейді. Кімде-кім қадір түнін шынайы иманмен Аллаға сеніп, пайғамбарға еріп, вахтисабан, сауабын Алладан болады, бүгін сауап болады маған деп, қиямда тұрып берсе түнде дейді, сол түні бойы намаз оқып берсе дейді, оның бұрынғы жасаған күнәларының барлығын Алла кешіреді дейді. Өйткені қадір түні бұл Құран түскен, қадір түнде періштелер түседі, қадір түнде тағдырлар жазылады, қадір түнде 83 жыл бойы ғибадат құлшылық еткеннің сауабы жазыла береді. Өзі адам баласы, жаңа айттық қой, 60 пен 70-тің арасында өмір сүреді деп. 60-70 жыл өмір сүрдің, мысалға. Сол немесе 83 жыл өмір сүрдің, сол 83 жылды егерде бүйтіп бөлетін болсаң, көп уақыты тамаққа, көп уақыты суға, көп уақыты ұйқыға, көп уақыты ақша табуға, мал табуға, жұмыс жасауға, тіршілікке, бала шағаға, әйелге, ата-анаға, құрбы жолдасқа, қызметке сөйтіп кетеді екен де, сондағысы бір 2 жыл, 3 жыл ғана шынайы қатты беріп құлшылық жасаған күннің өзінде де 2 жыл, 3 жыл ғана құлшылыққа жұмсай алады екенсің да. Бірақ Алла тағала қара қандай үлкен мүмкіншілік беріп жатыр. Бір түн, бір сәт қой, 3-4 сағаттың ішінде өтіп кетеді түн. Бірақ 83 жылдың сауабын берем деп жатыр. Және де ол бірақ түн, бірақ рет емес.
әрбір жыл сайын Рамазан айының соңғы 10 күндігінде қайталанып тұрды. Бұл Алланың берген бізге мейірімі, мұсылмандарға. Мұхаммед үмбетіне берген үлкен мүмкіншілігі. Алла осылай сауаптарды көп-көп жинап қалсын дейді.